иманды сіз бен бізге Алла тағала береді. Осындай мешітке келген кезде Алладан сұрайық. Намазымызда, намаздан кейін Алла тағала иманды сен бізге бересің. Сен қалаған адамнан иманды аласың. Бірақ мен сенен жалбарынып сұрайым. Жүректегі саған деген иманды менен алма. Өмірімнің соңына дейін сені сынай жақсы көруді, саған кәміл сенуді Раббым Алла маған және ұрпағыма нәсіп ет деп Алладан сұрайық. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз, Алла өзіңді маған ғашық ет дейді. Аллаға ғашық болу деген сөз Алланы жақсы көру. Сіз намазбен, құлшылықпен, дұғамен, тасбихпен, салауатпен Алланы жүрегіңізбен жақсы көретін дәрежеге жетесіз, иншалла. Күніге, құрметті жамағат, ең кем дегенде